Сәлем достар. Үтіктің күйген табанын және қақ тұрған тесіктерін үй жағдайында қолда бар заттармен-ақ оңай тазартуға болады. Кейде асығыс немесе ыңғайсыз қолданғаннан үтіктің астында да үтіктеп жатқан киімде де бүлдіріліп қалатын кездеріміз болады. Ал бүлінген үтік кез келген киімге дақ түсіретіні белгілі. Әсіресе алдағы жаз айларында жеңіл, ашық түсті киімдерді бүлінген үтікпен үтіктеу қиындық тудырады. Сондықтан киімді бүлдірмес үшін және артық ақша шығындап жаңа үтік сатып алмау үшін төмендегі кеңестерді қолданып көріңіз. Үтіктің күйген табанын және қақ тұрған тесіктерін үй жағдайында қолда бар заттармен-ақ оңай тазартуға болады. Ас содасының көмегі. Ас содасымен үтікті тазарту үшін ас содасы, су, ыдыс, шүберек, сірке суы және кез келген мата қиындысы қажет болады. Ең алдымен үтіктің өшіп тұруын қадағалау керек. Содан кейін ас содасы мен суды араластырып, қою қоспа жасап алу керек. Осы қоспаны үтіктің табанына жағып шығамыз. Қаттырақ күйген жерге көбірек жағып қоямыз. 10 минуттан соң таза сулы шүберекпен ысқылап сүртіп аламыз. Ал бу шығаратын тесіктерді тазарту үшін су құятын жеріне су мен сірке суды араластырып құямыз. Үтікті қосып, бу тетігін қосып, ескі сүлгіні үтіктейміз. Тесіктерден шыққан су таза болғанша үтіктеу керек. Су тазартып, үтіктеп болған соң, үтікті тоқтан ажыратып, шамалы суыған соң, сол ескі сүлгінің үстіне жатқызып қойыңыз. Ішінде қалған артық судың бәрі толық ағып кетуі тиіс. Тұз бен газет те жақсы тазартады. Үтікті тазартудың тағы бір қарапайым тәсілі тұз және газеттің көмегімен жасалады. Тек мұндай тәсілмен тефлонды және антипригар жабынды үтіктерді тазартуға болмайды. Ең алдымен үтікті барынша қыздырып, бу шығаратын тетігін қосу керек. Газеттің үстіне мол етіп ас тұзын саламыз. Қызған үтікті тұзды ары-бері астындағы дағы кеткенше үтіктеу керек. Кейін таза шүберекпен сүртіп аламыз. Тек бұл тәсіл ескіден келе жатқан дақты кетіре алмауы мүмкін. Қағаз сүлгі. Бұл тәсіл егер үтіктің табанында жабысқақ іздер пайда болса, жақсы көмектеседі. Мұндай жағдайда да үтікті барынша қыздырып, қағаз сүлгіні жабысқақ кеткенше үтіктеу керек. Тіс пастасы. Ақ түсті тіс пастасы. Гель секілді тіс пастасы жарамайды. Күйген үтік табанын жақсы тазартады. Суып тұрған үтіктің табанына жақсылап тіс пастасын жағып шығамыз. 5-7 минуттан соң сулы шүберекпен сүртіп аламыз. Сірке сумен тазарту. Антипригар жабынды үтіктің ең дұрысы сірке сумен тазарту. Бұл мұндай үтіктің табанында да із қалдырмайды. Сірке сумен тазартудың өзінің бірнеше нұсқасы бар. Ең қарапайым тәсілі мақтаны сірке суға батырып, үтіктің табанын сүртіп шығу. Тек бұл тәсіл зақымданған аймақ жаңадан және үлкен емес болғанда ғана жақсы көмектеседі. Сондай-ақ сірке су өте өткір иісті болғандықтан, оны қолданар алдында есік немесе терезені ашып қойған дұрыс. Және қолға міндетті түрде резеңке қолғап кию керек. Сутек асқын тотығы. 3% сутек асқын тотығы үтік табанын тазартуға жақсы көмектеседі. Тек тиімділігі жоғары болу үшін үтікті аздап қыздырып алу керек. Қатты қызып кетпеуі тиіс және тазартатын кезде міндетті түрде тоқтан ажыратып тастаған дұрыс. Сутек асқын тотығына мақтаны батырып, үтіктің табанындағы дақ кеткенше сүртеміз. Келесі парацетамол дәрісі. Бұл дәрінің ыстықты түсіруден өзге үтіктің астындағы дақты кетіруге де көмегі бар. Ол үшін бірнеше дана парацетамол дәрісі керек болады. Егер үтіктің астындағы дақ ескі және үлкен болса, онда дәріні көбірек алған дұрыс. Сондай-ақ іскек, яғни пинцет, немесе осыған ұқсас зат керек. Пинцет үтікті ыстық күйінде тазалағандықтан қол күймес үшін қажет. Үтікті қыздырып, дәріні іскекпен ұстап тұрып, күйген жерге ысқылаңыз. Өте тез әрі жақсы тазаланады.
Ыстыққа тиіп сүрткен кезде дәрі ериді. Бұл қалыпты жағдай. Егер дәрі кішірейіп ұстау мүмкін болмаса, келесіне ауыстырыңыз. Бұл тәсіл кез келген қымбат тазартқышты алмастыра алады. Ацетон пластик қалдығын тазартады. Егер үтіктің табанында пластик зат жабысса, күйген болса, онда қалған қалдықты ацетон жақсы тазартады. Ол үшін үтікті қыздырудың қажеті жоқ. Мақтаны ацетонға батырып, пластик күйген жерді ысқылап сүрту керек. Тек ацетонмен жұмыс істегенде мұқият болыңыз. Керек кеңес қажеттеріңізге жарасын. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.